Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай оңай, өте дәмді және ең қарапайым ингредиенттерден дайындалатын зебра пирогын дайындаймыз. Бірнеше рет басқа рецепттермен де дайындап көрдім, бірақ бұл рецепт ең оңайы және ең дәмдісі. Бізге қажет ингредиенттер мен жабдықтар: 3 жұмыртқа, қант, сұйық май, сүт, какао, ұн, қопсытқыш, миксерді қолданамыз. Осындай бір ыдыс қажет. Міндетті түрде таразыны қолданамыз және де диаметрі 21, 22, тіпті 23 сантиметрлік дөңгелек форма. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне 200 грамм қант саламыз. Миксерлейміз. Ұзақ уақыт миксерлеудің қажеті жоқ. 2-3 минут миксерлесек жеткілікті. Келесі кезекте 150 грамм сұйық май, 75 грамм сүтімізді құямыз, миксерлейміз. Пайда болған массаны теңдей 2-ге бөлу үшін оны таразымен өлшеп аламыз. Массамыздың салмағы 579 грамм болды. Оны 2-ге бөлсек, шамамен 288-289 граммнан бөлуіміз қажет. Осындай 2 ыдысқа бөліп қойдық. Ұнның жалпы салмағы 225 грамм. Оны теңдей 2-ге бөлсек, әрбір бөлікке 112 граммнан болады. Сонымен қоса әрбір бөлікке 3 граммнан қопсытқыш қосуымыз қажет. 3 грамм қопсытқыш дұрыс өлшену үшін таразыны обнулять етпейміз. Яғни ұн 112 грамм болды, нәтижесінде қопсытқыш қосқан соң 115 грамм болу қажет. Келесі кезекте ең алдымен келесі ыдысымызға какаоны ситодан өткізіп аламыз. Үстіне 112 грамм болғанша ұнды қосамыз. Менде 116 грамм болып кетті. Артық 4 грамм еш нәрсе етпейді. Үстіне 3 грамм қопсытқыш қосамыз. Нәтижесінде осындай салмақтары, көлемдері бірдей 2 масса пайда болуы қажет. Ең алдымен ақшыл массаны миксерлеп аламыз. Кейін какао қосылған массаны миксерлеп аламыз. Ұнымыз жан-жаққа шашырамау үшін ең алдымен миксердің венчиктерімен оны қоспай араластырып аламыз, кейін қосып миксерлейміз. Ең қызықты сәтке де келіп жеттік. Бізге осындай 2 бірдей ас қасық қажет болады және де диаметрі 21-23 сантиметрлік дөңгелек форма. Біздің қамырымыз қоюлау болып шығады, сол себепті қолымыздың көмегі қажет болады. Әрбір массадан 2 ас қасықтан салып отырамыз. Көріп отырғандарыңыздай, ақшыл массаны салу үшін мен бір саусағыммен көмектестім, ал қоңыр массаны салу үшін екінші саусағыммен көмектестім. Яғни осылай 2 масса бір-біріне араласып кетпейді. Және де жолақтарымыз өте әдемі болады. Әдемі өрнек жасау үшін мынадай ағаш таяқша қажет болады.
Негізі кез келген өрнек жасасаңыз болады, мен классикалық нұсқасын таңдадым. Зебра пирогын 170-175 градуста шамамен 45 минуттай пісіреміз. Дайын болғанын ағаш таяқшамен тексеріңіздер. Нәтижесінде осындай өте нәзік, жұмсақ, өте дәмді пирог пайда болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.